Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде қозғалатын мәселе ол Wildberriesте нишаны қалай таңдаймыз? Ниша таңдаудың критериялары. Бізге көптеген осындай сұрақтар келіп жатады. Сондықтан біз осылай кішігірім ақпараттық инсайттарға өте толы ниша таңдау бойынша түрлі маңызды, яғни сусыз, без воды мяс ақпараттар беретін боламыз. Бүгінгі біздің ең басты айтатын тақырыптарымыз осы ниша жайлы болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көруге сіздерге кеңес беремін. Ең алдымен ниша таңдағанда қандай критерияларға біз басым бөлік акцентті қоятын боламыз. Ең бірінші ол бізде әрине кез келген товаркада, любой сфераға кірген кезде біз конкуренттерге анализ жасаймыз. Яғни конкуренцияға бірінші очередте біз баса назарды аударатын боламыз. Яғни біздің конкуренция, біз кіріп жатқан нишада конкуренттердің саны қанша, ол жерде монополия бар ма, жоқ па, соны обязательно тестировать етіп аламыз. Ол үшін біз мына жерде бізде MPSAS деген керемет құрал көмекке келеді. Бұл MPSAS-та біз өзіміздің таңдаған нишамыз бойынша монополистерді көреміз. Яғни қазір бір нишаны, любой нишаны бір сіздерге көрсетейін. Например, так ол бізде болсын, кез келген ойда бір сумка немесе любой бір нишаны көре салайық. Например, ол бізде мышкалар болсын. Так, мышка деп алайық. Мышь игровая. Так, мышь деп іздей салайық. Просто так. Бәріңізге түсінікті ниша. Енді осылай мышка деп іздейміз, и міне примерно бізде кәдімгі игровой, кәдімгі обычный беспроводной, беспроводной мышкалар шықты. Ең алдымен міне продавцы дегенге кіреміз. Осы жерде продавцыда бізде продажа және выручканың кім көп алып жатқандығын көре аламыз. Яғни қарасаңыздар, мына жерде міне бізде торговый дом компания Defender, яғни Defender деген брендтің өзі мышкаларды сатып жатыр. Бұл бізде нарықтың қарап отырсақ, міне бізде қаншама процентін мына жерде 55% алып отыр. Міне астына қарайтын болсақ, рейтинг және міне продажа Defender 54% алып отыр продажаны, выручканың 45%. Бұл дегеніміз өте үлкен бір ниша үшін. Яғни бұл жерде бос бізде қалып жатқаны міне азғантай 20-15% бізде бос қалып жатыр. Сондықтан осындай монополия 50%-тен 30%-тен асқан нишадан біз мүлдем кірмейміз. Себебі бұндай конкуренттермен бізге басталасу, яғни олармен конкуренцияға түсу өте қиынға соғады. Яғни біз ол жерде маржамыз аз болады, немесе мүлдем маржа көрмеуіміз де мүмкін. Яғни біз конкуренцияны, продавецтердің конкуренцияны түсіндік, монополия деген ұғыммен таныс болдық. Бұдан кейін бізде екінші ол маржа, товардың маржа анализіне қарайтын боламыз. Яғни бізге қандай бағада сатқан выгодно. Ол товардың маржасы кемі дегенде бір 30% болу керек. Яғни 30% маржасы жоғары болатын болса, ол өте бізге ыңғайлы, қолайлы ниша болады. Ал егер сіздерде маржа 30%-дан жоғары, 40, 50, тіпті 60%-дан жоғары болатын болса, ол өте супер, былайша айтқанда, ниша болып табылады. Бұдан кейін бізде тағы да метрикалар бар. Яғни бірінші метрика ол бізде конкуренция, екіншісі маржа болды, үшінші метрика ол бізде тренд. Товардың, яғни соңғы уақыттағы трендность дейді, былайша айтқанда спросқа иелігі. Қандай спрос? Ол товар трендте ма? Жоқ, ол товар жаңағыдай спросқа ие емес па, соны анықтап көруге болады. Одан кейін соңғы бізде қарайтын метрикамыз ол бізде әрине товардың сезонності. Товардың сезонностін тоже біз MPSAS-ын көре аламыз. Яғни бізде все сезонғы товар сатамыз, яғни бізде нишалар екіге бөлінеді. Все сезоны немесе және бір ғана сезонға арналған товарлар. Яғни біз все сезонғы сатқымыз келсе, онда баса ауыртпай просто так сата береміз. Ал сезонностьқа қарайтын кейбір нишаларды сатқымыз келіп, біз көбірек оборот істеп қалғымыз, немесе там жаңа жылға байланысты, там түрлі мерекелерге байланысты, школьный сезон деген секілді кездерге біз өзіміздің товарларды сатқымыз келсе, онда обязательно сезонностьті қарайтын боламыз. Ол үшін тоже біз MPSAS-қа кіріп, мына Wildberries бөлімінде кез келген бір выбор нишаға кіреміз. Выбор нишаның ішінен өзімізге кез келген бір нишаны жазып аламыз. Например, біз сезонность болуы мүмкін деп бір любой нені жазуға болады. Например, сіздерге оңай болсын деп бір ручканы алып көрейік. Ручки деп жазып көрейік. Так, ручки мебельные, ручки оконные. Так, бізге керегі кәдімгі жазуға арналған ручкалар. Яғни сол ручкалардың қазіргі таңдағы несін көрсетсек болады. Сезонностьті қалай жүретіндігін. Так, мына жерде ТВ ручки, канцелярские товары, міне ручки өте үлкен объем, яғни 188 миллион 271 мың 33 рубль оборот жасап отыр бір айда. Яғни бұл дегеніміз өте үлкен қарапайым ручка үшін. Но, соответственно, өте конкуренциясы жоғары нишалардың бірі. Енді мына жерде біз жаңағы сезонностьті қалай көреміз? Мына жерде анализ сезонных эффектов тұрады, яғни жыл бойындағы праздниктердің немесе түрлі сезондардың қалай әсер ететіндігін көре аламыз. Міне мына жердегі бізде көрсетіліп тұр.
көкпен белгіленген бізде график ол выручка, годовая сезонность, яғни жыл аралығында выручканың қалай өсіп немесе кеміп отыратынын көрсетеді. Ал қызыл бізде влияние праздников деп тұр. Яғни праздниктер, мерекелер кезінде бізде выручканың қалай өсіп түсетіндігі көрсетілген. Енді толығымен қарасақ, мына жерде ручка міне февраль кездерде жақсы көтеріледі екен, одан кейін мартта түседі деп тұр. Одан кейін міне май айларында өте қатты түседі да, июльдің ортасынан бастап, июльдің соңынан бастап өте үлкен спросқа ие болады. Бұл дегеніміз, яғни адамдар июльдан бастап уже мектепке дайындала бастайды. Қарасаңыздар, июльдан бастап августтың, сентябрьдің басына дейін өте жақсы выручкалар жасап отырады. Яғни бұл жерде біздің сезонность. Яғни сіздер осылай сезонностьті анықтап аласыздар. Демек сіздің товарларыңыз белгілі бір сезонда жақсы өтетін болса, онда сіздер бір ай алдын ала ол нишаға кіруге әрекет жасайсыздар. Например, осы ручкаға кіргілеріңіз келсе, сіздер уже июньнан, майдан бастап әрекет істеп, ол товарларды складқа апарып қою керек. Және де сезонностьті келетінін алдын ала білсеңіздер, сіздер мысалы июльда кірсеңіздер, июльдің басында кіргеннің өзі сіздерге кішкене кеш болуы мүмкін. Себебі сіздер товарды топқа продвижение жасап, оларды көтерем дегенше там бір айдай немесе 2-3 апта өтіп кетуі мүмкін. Сол аралықта сіздер уже өздеріңіздің продажаны түсіріп алуларыңыз мүмкін. Сондықтан бір ай алдын ала әрекет істеп, оны самовыкуп және де басқа да жолдармен өздеріңіз топқа продвижение істеп аласыздар. Яғни тағы да бір пысықтап шығатын болсақ, бізде яғни нишаның метрикалары қарайтын ең алдымен конкуренция, монополия, одан кейін маржа, одан кейін бізде трендность, одан кейін сезонностьқа. Осы 4 метрика бойынша, основной 4 метрика, 4 критерия бойынша біз нишаны таңдап, нишаға анализ жасап, сол нишаға қорықпастан кіретін боламыз. Егер видео пайдалы болып ұнаса, комментарий мен лайктарыңызды аямаңыздар. Алдағы уақытта да көптеген пайдалы ақпараттар шығатын болады. Қандай тақырыптарда видеолар көргілеріңіз келсе, комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.